Қала сыртындағы үлкен тойханада сағат түнгі 2-ден асып бара жатқан. Музыка әлі де әлсіз естіліп тұр, бірақ көпшілік тарап, кейбір мас әнші әуесқойлар ғана микрофонды тастамай жатыр. Мен Тимур, 27 жастағы әкімшілік қызметкері. Кешкі костюмнің галстугін шешіп, мойнымды босатып, машинада отырып, Гүлімді күтіп тұрған жоқпын, ол түнгі кезекшілікте. Егіз балалар үйде қарауылда, апалары Гүлімнің әпкесі қарап отыр, бірақ сағат 12-ден кейін олар да кеткен. Сондықтан мен үйге жалғыз қайттым. Үйге кіргенде бірден сездім, іште біреу бар. Жарық өшіп тұр, бірақ ас үйден әлсіз жарық шығып тұр. Диванның үстінде бірдеңе қозғалғандай болды. Мен телефонның шамын қосып қарасам, Назира апай. Менің 45 жастағы енем. Күйеуі Гүлімнің әкесі қайтыс болғалы 10 жыл өткен. Ол бүгінгі тойда да болды, қызының досының тойына шақырылған. Бірақ мен оны үйге қалай жеткізгенімді есімде сақтамаппын. Әлде таксимен келді ме, әлде біреу әкелді ме? Енді ол менің диванымда отыр. Көйлегінің бір жағы бүктеліп, екінші иығынан түсіп қалған. Шашы тараусыз, бір жағына қайқулаған. Көзі қызарып, ісініп кеткен. Аузынан арақ пен оның әдеттегі Chanel парфюмінің қоспасы шығып тұр, тәтті, ауыр, мас ететін иіс. Ол маған қарады да, баяу күлді. Тимуржан. Келдің бе, балам? Дауысы қалың, созылыңқы. Әдеттегі Назира апайдың дауысы емес. Мен сөмкемді жерге қойдым, есікті жауып, аяқ киімді шештім. Іштей ойладым, қазір не істеймін? Балалар жоғарыда ұйықтап жатыр. Гүлім таңертең ғана келеді. Апай, сіз неге әлі ұйықтамадыңыз? Дедім тыныш, бірақ қаттырақ. Ол диваннан тұрмады. Тек қолмен маған ишарат жасады. Келші. Отыршы. Мен саған бір нәрсе айтайын. Мен орнымда тұрдым. Жүрегім қатты соғып кетті. Ыңғайсыздықтан қол аяғым мұздап бара жатқандай. Ол қайта сөйледі, мен. Еркек иісін. Көрмегелі 10 жыл болды, Тимуржан. 10 жыл. Сен білесің бе, ол қанша уақыт? Күн сайын таңертең тұрғанда жалғыздық. Түнде жатқанда жалғыздық. Балалар өсіп кетті, қызым үйленді. Ал мен әлі тірімін ғой. Сөздері маған қарай ұшып келіп, жүректі қысып жатты. Мен артқа шегіндім. Апай, сіз массыз. Жатыңызшы. Мен сізге су әкелейін. Мен ас үйге қарай бет алдым. Бірақ ол тез тұрып, маған қарай жылжыды. Аяқтары сәл шайқалып, бірақ мақсатты. Мен раковинаға жетпей тұрып, артымнан құшақтап алды. Қолдары белімнен өтіп, кеудеме жабысты. Бетім мойнымның артына тиіп, ыстық тынысы теріме тигенде бүкіл денем қатты қысылып қалды. Назира апай. Тоқтаңыз дедім қатты дауыспен, бірақ дауысым дірілдеп шықты. Ол құлағыма сыбырлады, сен жасың. Күштісің. Иісің. Еркек иісі. Мен оны ұмытып қалғанмын. Тек бір рет. Құшақтап қойшы. Мен оның қолдарын ақырын ажыраттым. Артыма бұрылып, бетпе-бет тұрдым. Оның көзі жасаурап тұр. Жылағысы келіп тұрғандай, бірақ жыламайды. Мас адамның көзі шындықты жасыра алмайды. Апай, бұл дұрыс емес. Сіз менің енемсіз. Гүлімнің анасысыз. Балалардың әжесі. Ол күлді. Бірақ күлкісі ауыр, өкінішті. Әже, иә. Әже болдым. Бірақ мен әлі әйелмін, Тимур. Мен өлген жоқпын. Сен мені әйел ретінде көрмейсің бе? Мен ештеңе айта алмадым.
Іштей паника басталды. Телефонды қалтадан алып, Гүлімнің нөмірін тердім. Түнгі кезекшілікте байланыс нашар болады, бірақ бүгін бірден жалғасты. Алло. Тимур. Не болды? Гүлімнің дауысы шаршаған, бірақ алаңдаулы. Қымбаттым. Мен қатты ауырып тұрмын. Басыма қатты ауырсыну түсті. Балалар да мазасыз. Мүмкін болса, тезірек келші. Өтініш. Гүлім бір сәт үндемеді. Жарайды. Мен қазір шығам. 30-40 минутта жетемін. Дәрі іштің бе? Иә. Тезірек. Мен телефонды өшірдім. Назира әлі алдымда тұр. Қолын созып, менің бетіме тигізбек болды. Мен артқа шегініп, оны иығынан ұстап, диванға қарай жетеледім. Жатыңыз, апай. Ұйықтаңыз. Ертең бәрі басқаша болады. Ол қарсылық көрсетпеді. Диванға жатып көзін жұмды. Бірақ 1 минуттан кейін қайта ашып, маған қарады. Сен маған ренжімейсің ғой. Мен жауап бермедім. Тек жоғарыға, балалардың бөлмесіне қарай шықтым. Есікті жауып, ішінде тұрып қалдым. Жүрегім әлі дүрсілдеп тұр. Қолым дірілдеп, телефонды қатты ұстап тұрмын. Түнде Гүлім келгенде Назира диванда терең ұйықтап жатты. Аяқ киімі шешілмеген, көйлегі әлі бүктелген. Гүлім маған қарап, не болды шынымен? Сен қатты қорқып кеткенсің ғой. Мен тек мас болыпты. Тойдан. Ештеңе емес. Жай. Шаршадым. Гүлім Назираны көрпе жауып, маған қарады. Мен оның көзінен бір нәрсе сездім, ол да бірдеңені түсінгендей. Бірақ ештеңе сұрамады. Сол түні мен диванда ұйықтамадым. Балалар бөлмесінің еденінде, кілем үстінде жаттым. Көзімді жұмған сайын Назираның дауысы құлағыма қайта-қайта келді. Еркек иісін көрмегелі 10 жыл болды. Таң атқанша сол сөз миымда айналып жатты. Таңғы сағат 7-де ояндым. Балалардың бөлмесінен күлкі естілді, егіздер әлі төсекте ойнап жатыр екен. Мен еденде жатқан көрпемді жинап тез тұрдым. Бет қолымды жуып, айнаға қарадым, көз астым қарайып кеткен, бетім сұрғылды. Түнде ұйықтамаған адамның көрінісі. Ас үйге түскенде Назира апай әлдеқашан тұрып қойған екен. Үстінде ақ түсті жұқа халат, шашы тарап, бір жағына өріліп тұр. Бетіне жеңіл крем жағып алған, кешегі мас күйдің ізі қалмағандай. Қолында шәйнек, ыстық су құйып жатыр. Маған қарап, әдеттегі жылы күлкісін көрсетті. Қалай ұйықтадың, Тимуржан? Тойдан кейін бәрі шаршатады ғой, деді, дауысы таза, жайбарақат. Ешқандай ыңғайсыздық, ешқандай кінәлі көзқарас жоқ. Әңгіме соңғы түнде болмағандай. Мен тостағанды алып, үндемей шай құйдым. Көзімді шайға салдым. Іштей ойладым, мүмкін шынымен есінде жоқ шығар. Мас адамдар кейде ештеңе есінде қалмайды ғой. Балалар оянды ма? Деп сұрадым, тақырыпты ауыстырып. Иә, жоғарыда ойнап жатыр. Мен қазір жуындырып, киіндіріп қоямын. Сен жұмысқа кешікпейсің бе? Жоқ. Бүгін кешке дейін кездесулер бар, бірақ таңертең үйде отырамын. Ол басын изеді. Содан кейін үнсіз ас пісіре бастады, жұмыртқа қақтап, нан кесіп, балаларға йогурт құйып. Барлығы қалыпты. Әдеттегі таңғы ас. Бірақ мен әр қимылын бақылап отырдым. Ол маған қараған сайын көзі бір сәтке тоқтайтындай болды. Немесе маған солай көрінді ме? Гүлім сағат 8-де келді. Ауруханадан шаршап, бірақ күлімсіреп кірді. Назираны көріп құшақтады.
Ана, қашан келдіңіз? Мен кеше түнде ештеңе байқамадым ғой. Таксимен келдім, қызым. Сен ұйықтап жатқан шығарсың. Тимур мені кіргізіп, диванға жатқызды, деді Назира жайбарақат. Маған қарап жеңіл күлді. Рас па, Тимуржан? Мен бас изедім. Ештеңе қоспадым. Гүлім маған қарап, сен шынымен ауырып қалған жоқсың ба? Кеше қатты қорқып кеткенсің ғой. Жоқ, бәрі жақсы. Жай шаршадым. Сол күні Назира үйде болды. Балаларға қарады, ойыншықтарын жинастырды, ас үйді жуып тазалады. Мен жұмысқа кетпедім, үйде отырдым. Бірақ Назирадан аулақ жүруге тырыстым. Ол маған жақындаған сайын мен балалардың бөлмесіне кіріп кеттім, немесе телефонға үңіліп отырдым. Түскі ас кезінде бәріміз үстел басына жиналдық. Гүлім балаларға тамақ жегізіп жатыр, Назира маған қарап отыр. Содан кейін кенеттен, Тимуржан, сен қазір қай жерде жұмыс істейсің? Әкімдікте ме? Жақсы жалақы бере ме? Иә, әкімдікте. Жеткілікті. Жақсы. Еркек адамға тұрақты жұмыс керек. Отбасына асырау керек қой. Сөзі қарапайым, бірақ интонациясында бір нәрсе бар еді. Көзі маған ұзағырақ тоқтады. Гүлім байқамады ма, әлде байқады ма, білмеймін. Бірақ мен іштей қысылдым. Ас ішіп болған соң Назира ыдыс-аяқты жууға кірісті. Мен көмектесейін деп тұрдым да қолы тиіп кетті. Ол қолын алып қоймады. Саусақтары менің білегіме бір сәтке тоқтады. Кездейсоқ па? Мен тез қолымды тартып алдым. Мен балаларға қарайын деп шығып кеттім. Кешке қарай Назира балаларды ұйықтатуға көмектесті. Гүлім душ қабылдап жатты. Мен диванда отырып теледидар қарап тұрдым. Назира балалар бөлмесінен шығып, маған қарай келді. Төмен қарап тұрып, Тимуржан, кеше мен бірдеңе айттым ба саған? Есімде тұрған жоқ. Мен теледидардан көз алмадым. Жоқ. Ештеңе айтпадыңыз. Мас болып, диванда ұйықтап қалдыңыз. Ол бір сәт үнсіз тұрды. Содан кейін, жақсы. Кешір. Кейде арақ адамды басқармай қояды ғой. Мен бас изедім. Ол кетті. Бірақ артынан қарап тұрғанымда оның жүрісінде бір нәрсе өзгергендей болды. Жеңіл әдейі баяу жүргендей. Халатының етегі сәл қозғалып, аяғы көрінді. Мен тез көзімді бұрдым. Сол түні Гүлім ерте ұйықтады, түнгі кезекшіліктен шаршаған. Мен ұйықтай алмадым. Диванда жатып төбеге қарадым. Назираның бөлмесінен әлсіз жарық шығып тұрды. Ол әлі оқып жатқан шығар, немесе телефон қарап жатқан шығар. Сағат түнгі 1-ге шыдамым таусылды. Тұрдым да ас үйге бардым. Су ішпек болдым. Қарасам, Назира да ас үйде. Үстінде сол жұқа халат. Шашы ашық. Маған қарап күлді. Ұйықтамадың ба? Жоқ. Шөлдедім. Ол маған жақындап, стаканды алып берді. Қолы менің қолыма тиіп кетті. Бұл жолы кездейсоқ емес еді. Саусақтары бір сәтке қысылып тұрды. Сен жақсы жігітсің, Тимуржан. Гүлім бақытты. Мен стаканды алып, артқа шегіндім. Рахмет, мен ұйықтайын. Ол күлді. Жеңіл, бірақ терең күлкі. Жақсы. Түнгі ұйқың жақсы болсын. Мен бөлмеге қайтып, есікті жауып алдым. Кілтін бұрадым. Бірінші рет үйде өз бөлмемді құлыптап жатқандай болдым. Келесі күндері де солай жалғасты. Назира әдеттегі ене. Балаларға қарайды,
ас пісіреді, гүліммен әңгімелеседі. Бірақ маған қарағанда көзі ұзағырақ тоқтайды. Бірде шай құйып беріп жатып, саусағы қолтығыма тиіп кетті. Бірде балаларға әке керек деп сөйлеп, маған қарап тұрды. Бірде менің жейдемнің жағасын түзетіп, мына жерің бүктеліп тұр екен деп, саусағын мойныма тигізді. Мен одан аулақ жүре бастадым. Жұмыстан кеш қайтамын. Үйде болсам, балалармен бірге боламын. Телефонға үңіліп отырамын. Бірақ ол тоқтамады. Кішкентай қимылдар, жеңіл сөздер, ұзақ көзқарастар. Бәрі баяу, бірақ тұрақты түрде жақындай берді. Мен іштей сездім, бұл әлі бастамасы ғана. Алғашқы түн мас күйдегі қателік болса, енді ол қателікті есінде жоқ деп жасырып, баяу шекараны бұзатын ойын бастады. Ал мен қорқып тұрдым. Не гүлімге бәрін айтсам ба деп ойладым. Не Назираны үйден шығарып салсам ба деп ойладым. Бірақ ештеңе істемедім. Өйткені әлі де ештеңе болған жоқ еді. Әлі де кездейсоқ еді. Бірақ іштей білдім, бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. Гүлім тағы түнгі кезекшілікке кетті. Бұл жолы ол кешке қарай шықты. Ауруханада жаңа ауысым басталған, науқастар көп, дәрігерлер жетіспей жатыр деп айтты. Егіздерді ұйықтатып болған соң үйде тек мен және Назира қалдық. Сағат 9-да балалар бөлмесінің есігін жауып төменге түстім. Теледидарды қосып, дыбысын әрең естілердей қылып қойдым. Жүрегім қатты соғып тұрған жоқ, бірақ бір түрлі мазасыздық бар еді. Соңғы апталардағы сол кішкентай қимылдар, ұзақ көзқарастар, кездейсоқ тиісіп кетулер. Бәрі жинақталып, ауыр салмаққа айналғандай. Назира жоғарыда өз бөлмесінде болды. Мен диванда отырып, телефонға үңіліп, әлеуметтік желіде бос скролл жасап отырдым. Бір сағаттай осылай өтті. Сағат 10-ға жақындағанда жоғарыдан жеңіл қадамдар естілді. Мен бірден мойнымды көтердім. Есік ашылып, Назира кіріп келді. Үстінде жұқа, ақшыл көк түсті ұйқы көйлегі, иығынан жұқа иықбаулар, алдыңғы жағы терең ойық, етегі тізеден сәл жоғары. Шашы ашық, таралған, бірақ әдейі сәл шашылыңқы етіп қойғандай. Қолында бір стақан су. Бірақ ол суды ішпеді, тек ұстап тұр. Ұйықтамадың ба әлі? Деді сыбырлап, бірақ дауысы қалың, әдейі төмендетілген. Жоқ. Әлі ерте. Ол диванға жақындап қасымдағы орындыққа отырды. Аяқтарын айқастырып, маған қарады. Көзіне бір түрлі жылтырлық бар, мас емес, бірақ бір нәрсеге шешім қабылдаған адамның көзі. Тимур, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Мен теледидарға қарап отырдым. Жүрегім қаттырақ соға бастады. Не туралы? Ол бір сәт үнсіз тұрды. Содан кейін стақанды үстелге қойып, маған қарай жылжыды. Енді арамызда небәрі 30-40 см қашықтық қалды. Мен жалғыздықтан шаршадым. 10 жыл бойы ешкім мені құшақтап ұйықтатқан жоқ. Ешкім менің денеме тиген жоқ. Сен білесің бе, әйелдің денесі қанша уақыттан кейін өшіп қалады. Бірақ меніңкі әлі өшіп қойған жоқ. Мен орнымнан тұрдым. Артқа шегіндім. Назира апай, тоқтаңыз. Бұл сөздерді айтпаңыз. Бұл дұрыс емес. Ол да тұрды. Баяу, бірақ мақсатты түрде маған қарай жылжыды. Қолымен менің қолымды ұстады. Саусақтары ыстық, бірақ дірілдеп тұр. Мен енемін деп ойлама. Мен әйелмін. Сен мені әйел ретінде көрмейсің бе? Мен әлі жаспын. 45-те әйел өлмейді, Тимур. Мен әлі тірімін. Сен де тірісің. Мен қолымды тартып алдым.
Дауысым қатты шықты, тоқтаңыз. Сіз Гүлімнің анасысыз. Балалардың әжесісіз. Бұл ауру сияқты. Ол күлді. Бірақ күлкісі жылауға жақын. Ауру ма? Жалғыздық ауру. Сен оны білмейсің. Сенде Гүлім бар. Сенде балалар бар. Ал менде ештеңе жоқ. Тек түнде төсекте жалғыз жату бар. Сен маған бір рет қана жақындасаң, мен бәріне көнемін. Ешкім білмейді. Гүлім түнде жұмыста. Балалар ұйықтап жатыр. Тек сен және мен. Мен артқа шегініп, ас үйге қарай бет алдым. Ол менің артымнан келді. Мен тоқтадым. Артыма бұрылып, қатты дауыспен, шығыңыз. Қазір бөлмеңізге барыңыз. Ол тоқтамады. Керісінше маған жақындай түсті. Қолымен менің кеудеме тигізді. Саусақтары жейдемнің түймесінен өтіп, теріме тигенде мен бүкіл денеммен қатты қысылдым. Сен де қалайсың? Мен білемін. Көзіңнен көріп тұрмын. Сен мені қарайсың. Сен менің денеме қарайсың. Мен оның қолын қатты итеріп жібердім. Ол артқа шегініп диванға сүйенді. Көзіне жас келді. Неге сен мені иттей қарайсың? Мен саған ұнамаймын ба? Мен әдемі емеспін бе? Мен жасы үлкен емеспін ғой. Мен телефонды алып, Гүлімнің нөмірін тердім. Бірақ түнде ауруханада байланыс нашар, сигнал жоқ. Мен қайта тердім. Назира маған қарап тұрды. Айтпайсың ғой. Гүлімге айтпайсың. Сен де кінәлісің. Сен мені бірінші рет қарағанда. Мен сенің көзіңде бір нәрсе көрдім. Сен мені әйел ретінде көрдің. Мен есікке қарай бет алдым. Ол менің алдымды кесіп өтті. Есікті құлыптады. Кілтті қалтасына салды. Қазір ешқайда кетпейсің. Мен саған бәрін айтып беремін. Мен саған не керек екенін білемін. Гүлім сені қанағаттандырмайды ғой кейде. Мен білемін. Мен әйелмін. Мен түсінемін. Мен қатты дауыс көтердім. Есікті ашыңыз. Қазір. Ол күлді. Бірақ күлкісі қорқынышты еді. Содан кейін маған қарай келді. Мен оны иығынан ұстап, қатты итердім. Ол құлады, диванға емес, еденге. Қатты соғылды. Бірақ тұрмады. Жерде отырып жылады. Нағыз жылау дыбысты кеңірдектен шығатын. Мен мас едім сол түні. Бірақ енді мас емеспін. Мен саған шынымен ұнағым келді. Сен мені қабылдамайсың ба? Мен саған жамандық жасамадым ғой. Мен есікке қарай жүгірдім. Кілтті оның қалтасынан тартып алдым. Ол қарсылық көрсетпеді. Тек жылады. Мен есікті ашып, сыртқа шықтым. Балалар бөлмесіне кіріп, есікті жауып, ішінен құлыптадым. Сол жерде түн бойы отырдым. Еденде балалардың кереуеті жанында. Егіздер тыныш ұйықтап жатыр. Мен олардың тыныс алуын тыңдадым. Бірақ құлағымда Назираның дауысы, мен әйелмін. Мен әлі тірімін. Таң атқанша ұйықтамадым. Көзімнен жас шыққан жоқ. Бірақ іштей бір нәрсе сынғандай болды. Сенім. Шекара. Отбасы деген ұғым. Таңертең Гүлім келгенде мен әлі сол бөлмеде отыр едім. Ол есікті қақты. Мен аштым. Ол менің жүзіме қарап, бірден түсінді. Не болды, Тимур? Сен
Қорқып кеткенсің ғой. Мен ештеңе айта алмадым. Тек, кейін сөйлесеміз. Қазір. Балалар оянады. Бірақ іштей білдім, кейін деген сөз енді ұзаққа созылмайды. Бұл түн шекараның соңғы нүктесі болды. Енді артқа қайту мүмкін емес. Таңғы сағат 7-ге жақындағанда Гүлім үйге кіріп келді. Ауруханадан шыққан бойы шаршаған, көзі қызыл, бірақ бетінде әлі де жұмысқа байланысты жауапкершіліктің ізі бар. Ол есікті жауып, аяқ киімін шешіп жатқанда мен балалар бөлмесінен шықтым. Егіздер әлі ұйықтап жатыр, олардың тыныс алуы ғана естіледі. Гүлім маған қарады. Бірден түсінді. Менің жүзімдегі шаршау, көз астымдағы қара шеңбер, қолымның сәл дірілдеуі. Бәрін бірден оқыды. Тимур. Не болды? Сен бүгін түнде ұйықтамадың ба? Деді ол дауысын төмендетіп, балалар оянбас үшін. Мен жауап бермедім. Тек басымды изедім де, ас үйге қарай бет алдым. Ол артымнан келді. Назира әлі өз бөлмесінде, есік жабық, іштен ешқандай дыбыс жоқ. Ас үйде шай қайнатып тұрып, мен сөйледім. Дауысым қатты шықты, бірақ дірілдеп, Гүлім. Отыршы. Бүгін бәрін айтамын. Ештеңені жасырмаймын. Ол үстелге отырды. Қолымен бетін сүртіп, маған қарады. Көзінде алаңдаушылық бар, бірақ әлі сенбегендей. Мен бәрін айттым. Сол той түннен бастап. Назираның мас күйде жабысуы. Еркек иісін көрмегелі 10 жыл болды деген сөздері. Кейінгі күндердегі кішкентай тиісіп кетулер, ұзақ көзқарастар, кездейсоқ қол тигізулер. Соңғы түндегі ашық әрекет. Оның бөлмеме кіруі. Сөздері. Қолының денеме тиюі. Менің оны итеруім. Есікті құлыптауым. Түн бойы балалар бөлмесінде отыруым. Сөйлеп тұрып, дауысым бірнеше рет үзіліп кетті. Көзімнен жас шыққан жоқ, бірақ тамағым құрғап, сөздер қиын шықты. Гүлім алғашында үндемеді. Тек тыңдады. Көзі үлкейіп, беті ағарып кетті. Қолы үстелде қатты қысылып тұр. Аяқтағанымда ол 1 минуттай үнсіз отырды. Содан кейін баяу тұрды. Дауысы сыбырлағандай, ана. Менің анам. Осыны істеді ме? Мен бас изедім. Мен оны тоқтаттым. Ештеңе болған жоқ. Бірақ ол тоқтамады. Ол шынымен қалады екен. Гүлімнің көзіне жас келді. Бірақ ол жыламады. Тек терең тыныс алды. Мен онымен сөйлесемін. Қазір. Ол жоғарыға қарай шықты. Назираның бөлмесінің есігін қатты қақты. Іштен дыбыс шықты, төсектің шырылдағаны, аяқ дыбысы. Есік ашылды. Назира шықты. Үстінде кешегі ұйқы көйлегі емес, қарапайым үй киімі, шашы таралған, бетіне су тигізген. Бірақ көзі қызыл, ісініп кеткен. Түнде жылаған сияқты. Гүлім бетпе-бет тұрды. Ана. Шыныңды айт. Кеше түнде Тимурға не істедің? Назира бір сәт маған қарады. Содан кейін Гүлімге бұрылды. Дауысы тыныш, бірақ қорғанышты, ештеңе істемедім. Мен жай сөйлестім. Мас емеспін. Бірақ жалғыздықтан шаршадым. Ол мені түсінбеді. Гүлім дауысын көтерді, сөйлестім дейсің бе? Ол маған бәрін айтты. Сен оған жабыстың. Сен оны қаладың. Ана, сен менің күйеуімді қаладың. Назираның беті қызарып кетті. Көзіне жас келді. Мен мас едім сол алғашқы түні. Кейін
Иә, мен оған ұнадым. Бірақ ол мені иттей қарады. Мен әйелмін, гүлім. Мен өлген жоқпын. Сен түсінбейсің. Гүлімнің дауысы қатты шықты. Сен менің анамсың. Сен балалардың әжесің. Сен қалай? Қалай осыны ойладың? Тимур саған ештеңе істемеді. Ол сені тоқтатты. Ал сен кінәні оған аударып тұрсың. Назира жылады. Нағыз қатты жылады. Тізерлеп отырып, еденге құлады. Кешіріңдер, мен қателестім. Мен жалғыздықтан, ақылымнан адастым. Мен ештеңе айтпаймын. Ешкімге айтпаймын. Мен кетем. Гүлім үндемеді. Тек қарап тұрды. Содан кейін маған бұрылды. Тимур, сен не ойлайсың? Мен терең тыныс алдым. Мен оны үйде ұстағым келмейді. Балалар үшін де, біз үшін де. Ол кетуі керек. Басқа жерге. Уақытша болса да. Гүлім бас изеді. Жарайды. Кешке қарай Назира заттарын жинады. Аз ғана сөмке киімдері, бірнеше кітап, дәрі-дәрмек. Ол балаларды құшақтап, маңдайынан сүйді. Егіздер әлі ештеңе түсінбейді, әже қайда барады? Деп сұрады. Назира әжеге жұмыс шықты деп жауап берді. Біз оны шығарып салдық. Машинаға мінгіздік, такси шақырдық. Соңғы сөзінде маған қарап, кешір, Тимур. Бірақ сен де кінәлісің. Өйткені сен мені әйел ретінде көрдің. Көзіңде сол нәрсе болды. Бір рет болса да. Мен ештеңе демедім. Тек басымды бұрдым. Машина кетті. Назираның артынан қарап тұрдым. Қала жарығына сіңіп кетті. Үйге кіргенде Гүлім есікті жауып, маған қарады. Көзінде жас, бірақ қаттылық бар. Енді қалай өмір сүреміз? Мен оны құшақтадым. Қатты құшақтадым. Дауысым сыбырлап шықты, біз шекара қоямыз. Енді ешқашан бұзбаймыз. Балалар үшін. Біз үшін. Ол басын иығыма қойды. Біраз уақыт үнсіз тұрдық. Кейінгі апталарда үй тыныш болды. Назира хабарласпады. Басқа қалаға кеткенін білдік, досының үйіне. Гүлім онымен сөйлеспеді. Мен де. Бірақ кейде түнде оянып кетем. Құлағымда сол сөздер, мен әйелмін. Мен әлі тірімін. Мен балалардың бөлмесіне кіремін. Олардың тыныс алуын тыңдаймын. Гүлімнің қасында жатамын. Қолын ұстаймын. Шекара сынған жоқ. Бірақ ол әрқашан жаралы болып қалды. Сол жараны ұмыту үшін уақыт керек. Көп уақыт. Ал әзірге біз өмір сүреміз. Бірге. Тыныш. Сақ болып.